Қайырлы күн, құрметті әлеуметтік желі қолданушылар. Бүгін халықтың көзайымына айналған кесім бағдарламасы Сырдариядан сотына да келіп жетті. Мен Алдамберген Руслан Темірханұлы, Сырдариядан сотының төрағасы, осы өзімнің төрағалық етуімен қаралған қылмыстық кодексінің терроризмге насихаттау және терроризм топтық әрекетіне қатысы болып табылатын Азаматоваға қатысты қылмыстық іс бойынша сөз өрбіткім келіп отыр. Атап айтқанда, сотталушы 2020 жылы ислам дінін қабылдап, өзінің діни сауаттылығының төмендігінен әлеуметтік желілерден теріс ағымды уағыздайтын діни сайттардан ақпарат алған. Қазақстан Республикасының діни басқармасымен бекітілген дәстүрлі діни сенімді мойындамау салдарынан халықаралық террористік ұйымдарға тән жихадтық көзқарастардың радикалды жақтаушысы болып, Сирия Араб Республикасында болып жатқан қан шайқастарды қолдаған. Сотталған әлеуметтік желіде өзінің тұрғылықты мекен-жайында халықаралық террористік ұйымды қолдаушылармен байланыс орнатып, олармен ашық түрде террористік іс-әрекетті насихаттайтын белгілері бар текстік хабарламалар және бейнежазба материалымен алмасқан. Қазақстан Республикасы аумағында іс-әрекетіне тыйым салынған террористік іс-әрекеттерді жүзеге асыруды негіздейтін деструктивті халықаралық террористік ұйымның идеяларын қолдап, соның ішінде террористік қарулы құрылымның әрекетіне қатысу үшін елден кету жөнінде бағыттарды насихаттаған. Сонымен қатар 2021 жылы мамыр айында сотталушы түпкілікті жихадтық радикалдық идеяларды қабылдап, Телеграм желісі арқылы Сирия Араб Республикасының Ракка қаласындағы ИГИЛ халықаралық террористік ұйымның өкілімен хат алмасып, оған өзінің ИГИЛ ұйымына адал қызмет ететіндігі жөнінде ант қабылдауға және қанды соғысқа қатысу үшін аттануға дайын екендігін жеткізген. Қазақстан Республикасының аумағындағы кәпірлерге қарсы әрекет ететіндігін айтып, халықаралық террористік ұйымына адал қызмет ететіндігін анықталып, ол туралы бейнежазба түсіріп, оны аталған ұйымға жіберіп, террористік ұйымның құрамына кірген және қанды соғыстарға қатысуға дайын екендігін хабарлаған. Сотталған өзіне террористік ұйымның әрекетіне бірге қатысып жатқан сезініп, сол ұйымның өкілінің тапсырмасына сәйкес Қызылорда қаласында орналасқан құқық қорғау органдарының ғимараттарын фото бейнежазбаға түсіріп жолдаған. Қылмыстық істі қарау барысында сотталушы психолог мамандардың белсенді жұмыс жасауының арқасында сотталушы өзінің әрекетіне түсініп, қандай әрекет жасағандығын түсініп, өкініп, қынжылып, теріс ағымда жүргендігін қате екенін мойындап, түзелу жолына түсті. Бұл мән-жайларды сот жеңілдететін, қылмыстық жауаптылығын жеңілдететін мән-жайлар деп ескерді. Қорыта келе, сотталушыны қылмыстық кодексінің 256 бабының 2-ші бөлігімен 257 бабының 2-ші бөлігімен кінәлі деп танып, түпкілікті 8 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындады. Қазіргі таңда осы терроризм мен экстремизмнің көрінісі мемлекетіміздің ғана емес, бүкіл әлемдік өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Жастарымыз дәстүрлі емес діни ағымдардың қырларын білмегендіктен сол ұйымдарға бет бұрып кетеді. Сондықтан жастарымыздың дәстүрлі емес діни ағымдарға бұрылып кетпеуіне жол бермейік. Әркімнің өз шындығы бар, бірақ ақиқаты жалғыз. Ақиқат жолында өзіңіздің құқығыңызды қорғаңыз. Кесімін сот айтады.